Бір түнгі ас қорыту арқылы асқазан босап қалады. Асқазан қышқылы ішектің ас қорыту сұйықтығы асқазан ішек жолы кілегей қабығын тітіркендіріп, асқазан ішек жолдарын жайсыздандырады. Ұзақ уақыт осылай болатын болса, асқазан қабынуы, асқазан жарасы сияқты ауруларды тудыруы мүмкін. Таңғы асты ішпегенде өт сұйықтығы оңай тұнып, холестерин бөлініп, өттің қабынуына немесе өтке тас байлануға апарып соғады. Егер түстің алдында аш қарын күйде жүретін болса, жанама түрде қоректік жетіспеуге апарып соғып, жүрек қысылу, бас айналу, тер басу, қолдары дірілдеу сияқты қанның қан құрамы төмендеуге байланысты ауру белгілері байқалады. Жоғарыдағылардың бәрі таңғы асты ішпеудің денеге жасайтын тікелей ықпалы, тағы жанамалай ықпалы да бар. Мәселен, гормонның тепе-теңдігі бұзылады. Калория қабылдамаған жағдайда дене гормондарды реттеу арқылы қантын сақтайды. Глюкагонның бөлінуі күшейіп, ішкі секреция мәселесі, яғни қалқанша без қуаты мәселесі, әйелдердің әдеті қалыпсыздану мәселесі туылады. Таңғы асты ішпеуден үлкен ми қажет ететін қуатпен қамдау жеткіліксіз болып, нерв жүйесіне ықпал жеткізуі, содан барып зейінді шоғырландыра алмау, көңіл күйінде оңай ауытқу туылу сияқты мәселелер туылуы мүмкін. Бұдан таңғы асты жақсы жегенде дененің қуаты және қоректік қажетін қанағаттандырумен бірге тағы ас қорыту жүйесі, ішкі секреция жүйесі, нерв жүйесі сияқты жақтардағы науқасқа шалдығу қауіп-қатерін төмендетуге болатындығын байқаймыз. Мерзімді тамақтану ас қорыту жүйесін қорғайтын маңызды тәсіл саналады. Анда-санда таңғы ас ішпесе үлкен мәселе шықпайды. Бірақ уақыт ұзара келе, әрбір адамның дене сапасы мен тамақтану әдеті ұқсамайтындықтан болдыру, әлі құру, зейінін шоғырландыра алмау сияқты көкбауыр мен асқазанның әлсіреу бейнелері көрінуі, асқазан кебу, тіл өңесі қалыңдау сияқты ас сіңбеу бейнелері байқалуы мүмкін. Тағы іш ауру, асқазаны ауру сияқты ауруларды тудыруы мүмкін. Түнде қызмет істейтін немесе таң асырып қызмет істейтін адамдардың ұйқы қандыру үшін таңғы асты ішпей қоюына болмайды. Қызмет пен демалыстың уақытына негізделіп, таңғы асты алдын ала немесе кейінірек жеуіне болады. Бірақ таңғы асты іше салып ұйықтауға да болмайды. Олай болғанда асқазан мен ішектің ауыртпалығын күшейтеді. Оның үстіне ұйқы сапасына да ықпал етуі мүмкін.